Сәлем оқушылар, бүгін сіздермен гармоникалық тербелістер мен толқындарға арналған түрлі деңгейдегі есептерді шығаратын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар, өте пайдалы болады деген ойдам. Видеоны қарап жатқан кезде формулаларды жазып, бізбен бірге есептерді шығарып, дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Яғни жазып алған кезде одан да жақсы түсінесіздер. Бірінші есеп. Материалдық нүктенің тербеліс теңдеуі берілген тербелістегі нүктенің ең үлкен үдеуінің модулі. Яғни бұл бізде гармоникалық тербеліс теңдеуі. Осы теңдеуді пайдалана отырып мен осы тербелістегі нүктенің ең үлкен үдеуінің модулін табуым қажет. Яғни гармоникалық тербеліс теңдеуін жазатын болсақ, x тең x максимум косинус омега т. Солай ма? Бұл бізде гармоникалық тербеліс теңдеуі. Егер де мен осы ығы судан x-тан бір рет туындалатын болса, менде жылдамдық келіп шығады. Жылдамдықтан алынған бірінші рет туынды ол үдеуге тең болады. Яғни мен осы мынау гармоникалық тербеліс теңдеуінен бір рет туындалатын болсам, жылдамдық келіп шығады екен. Одан кейін тағы бір рет туындалатын болсам, үдеу келіп шығады. Сонда бір рет туындалайық. Сонда x-тан алынған бірінші реттік туынды, яғни x максимум косинус омега т өрнегінен мен бір рет туындаламын. Туындаған кезде мынау омега алдына түседі да x максимуммен көбейтіледі. X максимум омега косинустың туындысы минус синус. Мына жерге минус деп жазайық. Синус. И қалған өзі жазылады. Омега т. Бұл сонда жылдамдықтың гармоникалық тербеліс теңдеуі болды. Ал енді үдеуді табу үшін біз жылдамдықтан тағы бір рет не істейміз? Туынды алуымыз қажет. Яғни жылдамдықтан алынған бірінші реттік туынды үдеуге тең болады. Яғни үдеу бізде мынаған тең. Орнына қояйық. Сонда минус x максимум омега синус омега т формуласынан біз бір рет туындаламыз. Яғни туындаған кезде тағы да мынау омега не істейді? Мына жерге түседі да, омегамен көбейтіледі да, омега квадрат болады, солай ма? Яғни туындаған кезде тек қана мынау омега алдына түсіп, x максимуммен көбейтіледі. Сонда минус x максимум омега квадрат болады. Синустың туындысы косинус омега т. Бұл бізде үдеудің гармоникалық тербеліс теңдеуі болды. Сонда жазайық. А тең бізде минус x максимум омега квадрат косинус омега т. Ал енді мынау косинустың алдындағы шама бұл үдеудің максимум мәні, яғни амплитуда. Сонда а максимум ол бізде минус x максимум көбейтілген омега квадратқа тең болып тұр. Яғни бұл бізде үдеудің ең үлкен мәні. Үдеудің ең үлкен мәнін табу үшін маған x максимум мен омеганы тауып алуым қажет. Яғни x максимум мен омеганы қалай табамыз? Гармоникалық тербеліс теңдеуін жазатын болсақ, соны жазған кезде x тең болады 0,2 косинус пи т. Солай ма? Ал енді гармоникалық тербеліс теңдеуін астына жазған кезде x максимум косинус омега т. Сонда косинустың алдындағы шама бізде x максимумға тең болып тұр. Сонда x максимум бізде қанша? 0,2. Ал мынау омега дегеніміз бізде пиға тең болып тұр, пи. Сонда x максимум деген мына жерде x максимумның орнына мен 0,2-ні апарып қоямын. Ал мынау омеганың орнына пиді жазамыз, Сонда жазып қояйық. X максимум деген бізде 0,2 метрге тең болып тұр. Ал омега деген пиға тең болып тұр, Осы екеуін біз мына жердегі үдеудің формуласына апарып қояйық. Сол кезде а максимум тең болады 0,02. И сосын мына жерде үдеудің модулі деп айтылған, Яғни модуль дейтін болса, мына жерде мен минус таңбасын ескермеуімізге де болады. Көбейтілген пи квадрат болады, солай ма? Яғни осындай ответ табайық. Үдеудің өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадрат, 0,2 пи квадрат деген ол мынау е нұсқасына сәйкес келіп тұр. Және мен осыны 2 деп жазатын болсам, 0,2 деген ол 2 көбейтілген оның минус 2 дәрежесі пи квадрат болады, солай ма? Метр бөлінген секунд квадрат. Бұл бізде с нұсқасына сәйкес келіп тұр. Яғни 0,2 деген ол 2 көбейтілген оның минус 2 дәрежесі деген сөз, Бұл жерде с және f нұсқалар сәйкес келіп тұр. Келесі. Серіппеде тербелген жүктің координатасы x тең 5 косинус 0,5 пи т заңдылығымен өзгереді. Жүктің тербеліс периоды.
Гармоникалық тербеліс теңдеуі x тең x максимум косинус омега t. Солай ма? Енді осы мынау тербеліс теңдеуін астынан жазайық. X тең 5 косинус 0,5 пи t. Сонда косинустың алдыдағы шама x максимум, ол бізде қаншаға тең болып тұр? 5-ке тең болып тұр, е? 5 метр. Ал омега дегеніміз бізде 0,5 пиға тең болып тұр. Омеганы жазайық. Омега деген 0,5 пи радиан бөлінген секунд, е? Біз тербеліс периодын табуымыз қажет. Ал енді 2 пи бөлінген t. Е? Осы жерден период тауып алайық. Сонда t тең болады 2 пи бөлінген омега. Омега бізде 0,5 пи. Орнына қойық. Сонда 2 пи бөлінген 0,5 пи. Сонда пи мен пи қысқарады. 2-ні 0,5-ке бөлсек 4 шығады, е? Сонда 4 секунд болады екен. Тербеліс периоды 4 секунд. Яғни циклдік жиіліктің формуласы 2 пи бөлінген t, е? Немесе 2 пи нью деген жиілік қатысқан формуласы да бар, е? Мына бір теңдеудің өзінен мен x максимум табуыма болады. Циклдік жиілікті, периодты, жиілікті табу алма болады екен. Келесі. Зарядтың гармоникалық тербеліс теңдеуі берілген. Тербелістің амплитудасын табуымыз қажет. Яғни зарядтың теңдеуін жазатын болсақ, Q тең Q максимум косинус омега t, е? Ал енді мына теңдеуді астынан жазайық. Сонда Q тең 0,8 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі косинус 250 t болып тұр, е? Сонда мына косинустың алдындағы Q максимум амплитуда бізде қаншаға тең? 0,8 оның минус 5 дәрежесі. Ал мынау омега бізде қанша? 250-ге тең болып тұр. Жазылайық. Сонда Q максимум деген ол бізде зарядтың амплитудалық мәні, ең үлкен мәні. Сонда 0,8 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі кулон болады екен. Ал омега бізде қаншаға тең болып тұр? 250-ге тең болып тұр. Радиан секунд. Яғни 0,8 оның минус 5 дәрежесі деген Е нұсқасына сәйкес келеді екен. Яғни бұл есепте де периодты сұрауы мүмкін, немесе жиілікті сұрауы мүмкін. Ол үшін циклдік жиіліктің формуласын пайдаланамыз, я? 2 пи бөлінген t. Осы жерде мен периодты табу алма болады, немесе омега тең 2 пи нью, я? Осы жерде мен жиілікті табу алма болады. Егер мына жерден период табатын болсақ, мына екеуінің орны ауысады. 2 пи бөлінген омега болады. Мына жерден жиілік табатқан кезде мына 2 пи бөліміне түседі, омега бөлінген 2 пи болады. Келесі. Толқын ұзындығы 10-ның минус 10 дәрежесі метрмен 3 көбейтілген 10-ның минус 13 дәрежесі метр диапазондағы электромагниттік толқындардың жиілік диапазоны. Яғни бізде толқын ұзындықтары белгілі. Лямбда 1, мынаны лямбда 2 деп жазатын болсақ, лямбда 1 10-ның минус 10 дәрежесі метр болып тұр. Лямбда 2 3 көбейтілген 10-ның минус 13 дәрежесі метр. Біз толқынның жиілік диапазонын табуымыз қажет. Одан кейін с белгілі, жарықтың вакуумда таралуы 3,8 дәрежесі метр секунд. Сонда біз нью 1 мен нью 2 жиіліктерді табуымыз қажет. Ал енді жиіліктің формуласы қандай? Жиіліктің формуласы нью с бөлінген лямбда, солай ма? Сонда нью 1 тең болады с бөлінген лямбда 1. Яғни мынау лямбда 1 үшін жазам. Одан кейін лямбда 2 үшін жазатын болсам, с бөлінген лямбда 2 болады, е? Ал енді осы формуланың орнына қояйық. С деген ол 3 көбейтілген 8 дәрежесі, оның минус 10 дәрежесі болады, е? Сонда мынау минус 10 жоғары қарай плюс 10 болады да, 3 көбейтілген оның 18 дәрежесі болады екен. Өлшем бірлігі герц. Ал мынаны орнына қоятын болсақ, 3 оның 8 дәрежесі бөлінген 3 көбейтілген оның минус 13 дәрежесі. Сонда 3 пен 3 қысқарады. Минус 13 жоғары қарай плюс болады да, оның 21 дәрежесі болады екен. Герц. Яғни осы аралықты табу қажет. Яғни бізде 3 оның 18 дәрежесі герц пен оның 21 дәрежесі герц аралығында болды, е? Электромагнит толқындардың жиілік диапазоны осы аралықта болды. 3 пен
3 10'ның 18 дәрежесі мен 10'ның 21 дәрежесі деген ответтерді іздейік. Яғни бұл бізде мына А нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі. Жиіліктері 20.000 Гц ультра дыбыс және 16 Гц инфрадыбыс толқындарының ұзындықтары. Ал енді бұл жерде керісінше жиіліктер белгілі болып тұр. Біз толқын ұзындықтарын табуымыз қажет. Сонда мынау жиілік нө1 болатын болса, нө1 бізде 20.000 Гц. Ал нө2 16 Гц. Олардың толқын ұзындықтарын табуымыз қажет. Яғни лямбда 1 мен лямбда 2-ні табуымыз қажет. Жиіліктің формуласы нө тең с бөлінген лямбда. Ал егер дыбыс болатын болса, онда дыбыстың ауада таралу жылдамдығы берілген. Дыбыстың ауада таралу жылдамдығы 340. Яғни қандай да орта болатын болса, онда мен мына с-ның орнына в деп жазам. В бөлінген лямбда болады. Ал енді осы жерде мен мына лямбданы табуым қажет. Сонда лямбда тең болады. Лямбданы табатын кезде мына жиілік пен толқын ұзындығының орны ауысады, в бөлінген нө болады. Яғни осы формуланы пайдаланып мен лямбда 1 мен лямбда 2-ні тауып аламын. Лямбда 1 тең болады в бөлінген нө1, ал лямбда 2 тең болады в бөлінген нө2. Орнына қояйық, в 340 бөлінген нө1 бізде 20. Осыны мен 2 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі деп жазуыма болады. Осылай жазып алайық. 2 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі деп. Ал мына жерге 340 бөлінген 16. Так, 340-ды 2 бөлетін болсақ 170 болады. 170 көбейтілген 10-ның, мына 10-ның 4 дәрежесі жоғары қарай -4 болып шығады, метр. Ал келесі 340-ды бөлетін болсақ 16-ға бізде 21-де 25 метр шығады. Так, осындай жауаптарды іздейік. 21-де 25 деген Б нұсқасына сәйкес келіп тұр. Сосын мынаны мен 4 нөлді бұлай, мына жерде -4 болып тұр ғой. Сонда 4 нөлді сол жаққа бұлай жылжытатын болсақ 0,017 болады. Так, солай ма? Сонда мына Б нұсқасы сәйкес келіп тұр. Метрмен. Оны біз сантиметрге өткізуімізге болады. Яғни 1 метр бізде 100 сантиметр. Сонда 100-ге көбейтетін болсақ, мынаны 2125 болады. Мынаны көбейткен кезде, мынаны 100-ге көбейтсек 1-де 7 болады. Солай ма? 1-де 7. Сонда Е нұсқасы сәйкес келеді екен. Осы Б және Е нұсқалар сәйкес келеді. Яғни сантиметрмен жазуға болады, немесе миллиметрмен, дециметрмен де жазуға болады. Біз толқын ұзындығының формуласын білетін болсақ, мынау формуламен анықтаймыз. Толқын ұзындығын В бөлінген нө. Онда біз кез келген миллиметрмен, сантиметрмен де өрнектеуімізге болады. Келесі, нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген, тербелістің циклдік жиілігін табуымыз қажет. Яғни гармоникалық тербеліс теңдеуін жазатын болсақ, x тең x максимум синус омега т болып тұр бұл жерде. Енді осы мынау теңдеуді астына жазайық. X тең 0,5 синус 314 т. Яғни x максимум деген ол бізде 0,5-ке сәйкес келеді екен. Омега деген 314-ке тең болып тұр. Яғни синустың алдындағы шама амплитуда ғой. X максимум. Сонда x максимумның орнында бізде 0,5 тұр. Яғни гармоникалық тербелістің теңдеуінен біз амплитуданы тауып алдық. Амплитуда x максимум 0,5 метрге тең болып тұр. Ал енді циклдік жиілік деген бізде мынау омега. Омеганың орнында бізде 314 тұр. Яғни бізде циклдік жиілік сонда 314 радиан бөлінген секунд. Так, осындай жауаптарды іздейік. 314 радиан секунд деген Б нұсқасында орналасқан. Так, одан кейін біз оны 100 пи деп жазуымызға да болады. Яғни негізінен пи деген ол қанша? 3-те 14 солай ма? Оны 100-ге көбейтсек 314 шығады. Яғни осыны біз бұлай 100 көбейтілген пи деп жазуымызға да болады. Пи радиан бөлінген секунд. Яғни пи деген ол 3-те 14. Осыны 100-ге көбейткен кезде бізде 314 деген шығады екен. Яғни 100 пи деген G нұсқасы сәйкес келеді. Осы циклдік жиіліктің пайдалана отырып біз тербеліс периодын, тербеліс жиілігін табуымызға болады. Омега тең 2 пи бөлінген т.
Осы жерден период сұрау мүмкін. Период тапқан кезде 2π бөлінген омега болады. Ал жиілікті сұрайтын болса 2π ню. Осы жерден жиілік табуға болады. Немесе жиілік деген 1 бөлінген т. Мына жерден период тауып алып, мынаның орнына апарып қоюымызға болады. Сол кезде жиілік кеп шығады. Яғни бір мынандай теңдеудің өзінен біз x максимумды амплитудадан табуымыз мүмкін. Циклдік жиілікті, периодты немесе жиіліктің өзін табу алуымызға болады екен. Немесе үдеуді сұрау мүмкін. Үдеуді жылдамдықтың теңдеуін сұрау мүмкін. Егер ығысудың бір рет туындалатын болсақ, жылдамдық кеп шығады. Жылдамдықтан туындалатын болсақ, үдеу кеп шығады. Осыларды жақсылап біліп алайық. Бір ғана осындай гармоникалық тербеліс теңдеуінен мен жиілікті, периодты, жылдамдық, үдеу, амплитудадан табуға алуға болады екен. Келесі. Ұзындығы 20 метр электромагниттік толқын шығаратын тербелмелі контур, электр сыйымдылығы 4 пикофарад. Конденсаторға тізбектей жалғанған катушка индуктивтілігі. Ұзындығы, яғни толқын ұзындығы белгілі. Электромагнит толқындардың толқын ұзындығы лямбда 20 метр. Сыйымдылық С 4 пикофарад. Пико деген оның минус 12 дәрежесі фарад. Ал енді катушканың индуктивтілігін табуымыз қажет. Одан кейін жарықтың вакуумда таралу жылдамдығы белгілі. С 3/8 дәрежесі метр секунд. Индуктивтілік табу керек. Индуктивтілік L. Бұл есепте индуктивтілік табу үшін біз Томсон формуласын қолданамыз. Яғни Томсон формуласы Т тең 2π түбір астында L көбейтілген С. Осы жерде мен L табуым қажет. L-ді табу үшін мен ең алдымен период табуым керек. Ал енді толқын ұзындығы қатысқан формуланы жазатын болсақ, лямбда толқын ұзындығының формуласы С бөлінген ню. Солай ма? Немесе С көбейтілген Т. Бұл бізде толқын ұзындығының формуласы. Яғни осы мына екінші формуланы пайдалана отырып мен период тауып алуыма болады екен. Яғни лямбда тең С көбейтілген Т. Осы формуладан период тауып алайық. Период табатын болсақ, мына С астына түседі бөліміне. Лямбда бөлінген С болады. Лямбда деген бізде 20 бөлінген С 3/8 дәрежесі. Бөлген кезде жоқтап 6/7 деп алайық. Оның 8 дәрежесі жоғары қарай -8 болып шығады. Секунд. Енді осыны периодтың орнына апарып қоямыз. И осы жерден индуктивтілік табайық. Сонда Т тең 2π түбір астында LS болатын болса, индуктивтілік табу үшін мен ең алдымен түбір астынан құтылуым қажет. Сондықтан да теңдеудің екі жағын істеймін квадраттаймын. Мына жағы мен мына жағын квадраттаймыз. Сонда квадраттаған кезде Т квадрат болады тең 2-ның квадраты 4, пидің квадраты пи квадрат, LS. Сонда квадратпен түбір қысқарады. Ал енді осы жерден индуктивтілік табайық. L тең болады. Сонда көбейіп тұрған шаманың барлығы бөліміне түседі. Т квадрат бөлінген 4π квадрат С болады. Орнына қойық. Т бізде қанша шықты? 6/7, оның -8 дәрежесі. Сонда 6/7, оның -8 дәрежесінің квадраты бөлінген. 4π квадрат дегенді біз жуықтап алғанда 40 деп алуымызға болады. Пиді квадраттап 4-ге көбейткен кезде жуықтап алғанда 40 деген сан шығады. 40 көбейтілген С деген ол сыйымдылық. 4 көбейтілген оның -12 дәрежесі. Квадраттап бөлген кезде бізде 2/8, оның -5 дәрежесі деген шығады екен. 2/8, оның -5 дәрежесі Генри. Сонда бұл бізде Б нұсқасына сәйкес келіп тұр. Осы есепті тағы да шығару жолдың екінші әдісі бар. Ол үшін мына жерден период тауып алудың қажет жоқ. Мына жердегі Т-ның орнына мен Томсон формуласын апарып қоюыма болады. Яғни лямбда тең С көбейтілген Т болатын болса, Томсон формуласы Т тең 2π LS түбір астында. Осыны мына жердегі Т-ның орнына апарып қоя салам. Сол кезде С көбейтілген болады 2π түбір астында LS. Одан кейін квадраттаймын. Теңдеудің мына жағы мен оң жағы мен сол жағын квадраттаған кезде бізде
лямбда квадрат тең болады с квадрат көбейтілген 4π квадрат лс болады. Енді осы жерде мен индуктивтілікті табуыма болады. Сонда L тең лямбда квадрат бөлінген с квадрат көбейтілген 4π квадрат с. Осы жолмен де шығаруымызға болады. Келесі. Индуктивті катушкалары бірдей. Сыйымдылықтардың айырымы 0,1 микрофарад. Катушкалардың индуктивтігі бірдей болып тұр. Сонда екі катушка болатын болса, олардың индуктивтілігі бірдей, яғни L1 тең L2. Ал сыйымдылықтардың айырымы, яғни S1 минус S2 0,1 микрофарад. Оның минус 6 дәрежесі фарад. Бірінші контурдың жиілігі екінші контурдың жиілігінен 3 есе артық дейді. Сонда бірінші контурдың жиілігі ν1 болатын болса, екінші контурдың жиілігі ν2. Сонда бірінші контурдың жиілігі екінші контурдың жиілігінен 3 есе артық. Сонда теңестіру үшін мен мына жаққа 3-ті қоямын. Яғни ν1 бірінші контурдың жиілігі екінші контурға қарағанда 3 есе көп болып тұр. Сонда 3 көбейтілген ν2 болады. 3 есе артық. Конденсатордың сыйымдылығын табуымыз қажет. Бірінші тербелмелі контурдың конденсатордың сыйымдылығы S1-ді табуымыз қажет. Яғни бұл есепте біз тербелмелі контурдың периодын анықтайтын Томпсон формуласын қолданамыз. Томпсон формуласы қандай? Т тең 2π түбір астында L көбейтілген S. Ал енді жиілік бізде периодқа кері шама болғандықтан ν тең 1 бөлінген Т. Сонда мына Т-ның орнына мен 2π түбір астында LS өрнегін мына жерге апарып қойма болады. Сонда 1 бөлінген 2π түбір астында LS деген формула кеп шығады. Яғни мен ν1 мен ν2 үшін жазатын болсам, ν1 тең болады 1 бөлінген 2π түбір астында L1 S1 болады. Ал ν2 тең болады 1 бөлінген 2π L2 S2 болады. Солай ма? Бізде есептің шартында L1 мен L2 бірдей деп айтылған. Осы екі форманы теңестірейік. ν1 мен ν2-ні теңестіріп, яғни бізде ν1 3 есе үлкен ν2-ге қарағанда. Сонда осы формулаға қоюыма да болады. Яғни ν1 тең 3 ν2. Солай ма? ν1-дің орнына мен мына формуланы жазам. Тең болады 3 көбейтілген ν2-ның орнына мына формуланы жазам. Сонда 1 бөлінген 2π түбір астында L1 S1 тең болады 3 көбейтілген 1 бөлінген 2π түбір астында L2 S2. Сонда 2π мен 2π қысқарады. L1 мен L2 бірдей, олар да қысқарады. Сонда бізде қалады 1 бөлінген түбір астында S1 тең болады 3 бөлінген түбір астында S2. Квадраттайық. Түбір астынан құтылу үшін біз не істейміз? Мына жағы мен мына жағын квадраттаймыз. Квадраттаған кезде 1 бөлінген S1 болатын болса түбір астынан S1-дің өзі шығады, тең болады 3-дің квадраты 9 бөлінген S2 болады. Осы жерден мысалы S2-ні тауып алайық. S2 тең болады. Сонда S1 былай қарай көбейтіледі, 9 S1 болады екен. Яғни екінші конденсатордың сыйымдылығы бірінші конденсатордың сыйымдылығына қарағанда 9 есе артық болып тұр. Сонда біздің есептің шартына айтылған S1 мен S2-ның азайтқан кезде 0,1 микрофарадқа тең болады екен. S2-ның орнына мен мына өрнекті қоюыма болады екен. Яғни S1 минус S2 ол 0,1 болатын болса, оның минус 6 дәрежесі. Осы жерде мына S2-ның орнына мен мынаны қояйық. 9 S1-ді апарып қояйық. Сонда S1 азайтылған 9 S1 тең болады 0,1, оның минус 6 дәрежесі. Сонда 9 S1 мен S1-ді азайтқан кезде 8 S1 қалады, солай ма? Сонда 8 S1 тең болады 0,1, оның минус 6 дәрежесі. Осы жерден S1 табайық. S1 табатын болсақ, мен мына 0,1-ді бөлем 8-ге. Сол кезде бөлген кезде бізде 0,10 мыңнан 125 деген шығады. Яғни мынау сын нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі есеп. Жиілігі 50 Гц, ν
50 Гц. Ток тізбегіндегі сыйымдылық кедергін біз X мен белгілейміз. X 5 Ом. Конденсатордың сыйымдылығын табуымыз қажет. Конденсатор сыйымдылығы С. Ал енді сыйымдылық кедергінің формуласын жазатын болсақ, сыйымдылық кедергінің формуласы X 1 бөлінген омега көбейтілген С. Осы жерде мен сыйымдылықты табуым қажет. Сыйымдылықты табатын болсақ, мына екеуінің орны істейді ауысады. Сонда С тең болады 1 бөлінген омега көбейтілген X. Ал бізде мынау омега жоқ. Есептің берілгенде мына жиілік берілген, нью омега жоқ. Ал енді омеганың формуласы 2 пи нью. Солай ма? Сонда мына жердегі омеганың орнына мен 2 пи ньюді жазуыма болады. Сонда 1 бөлінген 2 пи нью көбейтілген X. Орнына қояқ 1 бөлінген 2 көбейтілген пи 3-те 14. Нью бізде қанша? 50. X 5-ке тең болып тұр. Есептеген кезде бізде 0,636 деген шығады екен. Фарад, сыйымдылықтың өлшем бірлігі фарад. Сол кезде мен егер 1, 2, 3, 4 нөлді бұлай жылжытатын болсам, жоқтап алғанда 6,4 деп жазуым болады. Оның сонда біз 4 нөл жылжыттық қой, оң жаққа 1, 2, 3, 4. Сонда оның минус 4 дәрежесі фарад болады. Ал егер оның минус 3 дәрежесімен жазатын болсақ, онда 1 нөлді бұлай қарай береміз. Сонда 0,64, оның минус 3 дәрежесі фарад болады. Оның минус 3 дәрежесі деген ол милли фарад болады. Сонда H нұсқасы сәйкес кеп тұр. Одан кейін D нұсқасы сәйкес кеп тұр. 6,4, оның минус 4 дәрежесі. Келесі, математикалық магниттің тербеліс теңдеуі берілген. Магниттің тербеліс жиілігін табуымыз қажет. Яғни бұл жерде теңдеуден мен омеганы тауып алуым керек, циклдік жиілікті. Сонда X тең бізде гармоникалық тербеліс теңдеуі X максимум косинус омега Т болатын болса, осы теңдеуді мен астына жазайын. Сонда X тең 0,24 косинус 1884 Т болып тұр. Сонда X максимум бізде 0,24, ал омега 1884. Солай ма? Сонда омега бізде 1884-ке тең болып тұр. Яғни циклдік жиіліктің формуласы 2π бөлінген Т немесе 2π нью. Біз жиілік табуымыз қажет. Яғни жиілік деген ол нью. Яғни мына формуладан біз жиілік тауып аламыз. Омега тең 2π нью болатын болса, осы жерден жиілік табатын болсақ, нью тең болады омега бөлінген 2π. Омега бізде 1884. 1884-ті бөлем 6,128-ге. Бөлген кезде 300 шығады. 300 Гц. Бұл мына А нұсқасына сәйкес кеп тұр. Яғни осы гармоникалық тербеліс теңдеуден біз X максимум тауып алуымызға болады, 0,24-ке тең болып тұр. Немесе период тауып алуымызға болады, тербеліс периоды. Яғни тербеліс периодын табатын болсақ, Т тең болады 1 бөлінген нью. Яғни тербеліс периоды жиілікке кері пропорционал. Немесе біз мына гармоникалық тербеліс теңдеуінен бір рет туындалатын болсақ, жылдамдық кеп шығады, жылдамдықтың теңдеуін сұрау мүмкін, жылдамдықтың максимум мәнін амплитудасын сұрау мүмкін. Егер жылдамдықтан тағы бір рет туындалатын болсақ, үдеу кеп шығады. Үдеудің тербеліс теңдеуін сұрау мүмкін, үдеудің амплитудасын сұрау мүмкін. Яғни бір теңдеуден бірнеше физикалық шаманы табуымызға болады екен. Келесі, серіппеге бекітілген жүктің жиілігі 0,5 Гц. Нью 0,5 Гц. Амплитуда X максимум 4 сантиметр. Тепе-теңдік нүктесіне өткеннен кейін 0,25 секунд уақыттағы жүктің жылдамдығы. Т тең 0,25 секунд. Уақытта жүктің жылдамдығын табуымыз қажет. В. Гармоникалық тербеліс теңдеуінен біз бір рет туындалатын болсақ, жылдамдық кеп шығады. Сонда X тең X максимум косинус немесе синус омега Т болатын болса, осы өрнекте мен бір рет туындалам. Туындаған кезде мынау омега алдына түседі, X максимуммен көбейтіледі.
Сонда жылдамдықтың тербеліс теңдеуі v тең болады x максимум көбейтілген омега. Мына жер косинус немесе синус болуы мүмкін, оның айырмашылығы жоқ. Есептің шартын айтылмаған. Косинус деп жаза берейік, омега т. Ал енді x максимум бізде белгілі 4 сантиметр, омеганы тауып алуымыз қажет. Сонда омега деген ол 2 пи ню. Орнына қояйық 2 көбейтілген пи, ал ню деген бізде 0,5. Яғни 1 бөлінген 2. Солай ма? Сонда мына 2 мен 2 қысқарады да бізде омега пиға тең болады екен. Пи. Сонда мына омеганың орнына, мына жердегі омеганың орнына мен пиді апарып қоямын. Сонда жылдамдықтың формуласы тең болады. X максимум бізде қанша? 4 сантиметр. Сантиметрмен есептей берейік. Өйткені мына жерде барлығы сантиметрмен, ответтерінің барлығы сантиметрмен тұр. Сонда 4 көбейтілген пи косинус пи т болады екен. Ал енді бізде уақыт 0,25 секунд. Дұрыс па? Сонда мына жердегі т-ның орнына мен 0,25-ті апарып қоямын. Сол кезде жылдамдық келіп шығады. 4 пи косинус немесе синус та болуы мүмкін. Сонда пи көбейтілген 0,25 деген ол 1 бөлінген 4 қой. Солай ма? Сонда 1-ді пиға көбейткен кезде пи бөлінген 4 болады да, косинустың пи бөлінген 4, яғни 45 градустағы мәні түбір астына 2 бөлінген 2 тең. Синус 45 градуста, ол да түбір астына 2 бөлінген 2 тең болды. Сонда мына жердегі косинус пи бөлінген 4-тің орнына, яғни косинус пи бөлінген 4, ол түбір астына 2 бөлінген 2 тең, яғни 45 градус. Орнына қояйық, сол кезде 4 пи көбейтілген, мынаның барлығының орнына косинус пи бөлінген 4-тің орнына мен түбір астына 2 бөлінген 2 жазам. Түбір астына 2 бөлінген 2. Сонда мына жерде 4 пен 2 қысқарады, 2. Сонда 2 түбір астына 2 пи деген шығады екен. Сантиметр бөлінген секунд. Өйткені біз сантиметрмен есептедік. Сонда мына G нұсқасы сәйкес келіп тұр. 2 түбір астына 2 пи сантиметр бөлінген секунд. Немесе мынау 2-ден түбір ас шығаратын болсақ, 1-де 41 шығады. 1-де 41-ді 2 көбейтіп, пиға көбейтсек, есептеген кезде 8-де 8 шығады. Жуықтап алғанда 9 сантиметр деп алуымызға болады. 9 сантиметр бөлінген секунд. Яғни А нұсқасы сәйкес келеді екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Оқушылар егер есептердің шығару жолы түсінікті болатын болса, астына комментарийға өз ойларыңызды жазып қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.